жаңа оқу жылының басталуы қарсаңында, сонымен қатар балалардың қатысуымен жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында республика аумағында қыркүйектің 1-нен 12-сіне дейінгі аралықта абайлаңыз балалар жедел профилактикалық шарасының екінші кезеңі өткізілуде. Бірінші кезеңі тамыздың 22-сінен 31-не дейін болған. Аталған шараның өткізілуі барысында полиция қызметкерлері қызметтің күшейтілген түрінде жұмыс атқаруда. Барлық оқу орындарының жанына патрульдеу бағыттары жақындатылды. Сонымен қатар жергілікті полиция қызметкерлерімен барлық оқу орындарында оқушылармен және ата-аналармен жолдағы қауіпсіз жүріс-тұрысы бойынша және жол қозғалысы ережелерін сақтау бойынша жаднама парақшалар тарату арқылы көптеген дәріс, әңгімелер өткізілуде. Сонымен қатар мектептен үйге дейін өздігімен жүретін оқушылармен қауіпсіз бағыттары құрылуда. Және полиция қызметкерлерімен балаларды тасымалдауға арналған арнайы құрылғыларды міндетті түрде пайдалану бойынша және жол көлік құралдарын жүргізетін балаларды тасымалдауға рұқсат құжаттары тексерілуде. Құқығын растайтын құжаттар бар жоғын тексерілуде және көліктің санитарлық және техникалық жағдайы тексеріледі. Жалпы біздің облысымызда 474 мектеп бар. Оның ішінде 47-сі осы облыс орталығында орналасқан. Және де мемлекет басшысымен 2022 жыл балалар жылы болып жарияланды. Сондықтан биылғы жылы балаларға өте ерекше назар аударылады. Жалпы осы акциялар, сосын жедел профилактикалық шараларын жүргізу барысында полиция қызметкерлерімен оқу орындарына барып дәрістер оқылады. Бұл яғни оқушылардың алдында жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау бойынша дәрістер өткізіледі. Өйткені қазір бұл сабақтар көбінесе бастауыш ортаңғы буындарда өткізіледі. Өйткені 5-ші сыныптан бастап оқушылар өздігімен үйден мектепке дейін өздігімен барады. Сондықтан қауіпсіз бағыттары құрылады арнайы ата-аналармен бірлесіп. Бұл барлық шаралар жаңағы балалардың қатысуымен жол көлік оқиғаларын алдын алу болып табылады. Жалпы облыс аумағында 7 айдың ішінде 26 балалардың қатысуымен 26 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 1 бала қайтыс болды және 30 бала әртүрлі жарақаттар алды. Полиция қызметкерлерімен көбінесе жазғы демалыс барысында балалармен көп жұмыс жасалады. Жолдағы жүріс-тұрысын, қауіпсіз жүріс-тұрыс туралы, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау туралы, әсіресе жазғы уақытта балалар велосипедті көп тебеді. Біріншіден полиция қызметкерлері атынан, біріншіден ата-аналарға айтарымыз, балаларыңызды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға үйретулерін, үйінде үйретулерін сұраймыз. Және бағдаршам немесе қиылыстарды өтер алдында балаларыңыздың қолынан ұстап өткендеріңізді талап етеміз. Және велосипед тебу барысында жаяу жүргіншілер өтпесінен жүре өту керек еместігін ескертеміз. Өйткені бала велосипедтен түсіп жаяу өткізу керек, жаяу жүргіншілер өтпесінен. Сондай ережелерді қатаң сақтауға сұраймыз. Бұл енді балалардың тарапынан алаңғасарлық көңіл бөлмеу жол қозғалысы ережелеріне. Немесе өйткені полиция қызметкерлері тарапынан көптеген жұмыстар атқарылады. Мектептерде дәрістер оқылады, сабақтар өткізіледі, жаднама парақшалар таратылады әрқашан, әрбір жедел профилактикалық шарасын жүргізу барысында.
Бұл енді проблема деп айта алмаймыз, бірақ баланы үйде де тәрбиелеу керек. Ол көбінесе ата-аналарға үндеу саламыз. Үйінен үйінде жол қозғалыс ережелерін сақтауға, қатаң сақтауға үйретуін сұраймыз.